сәлмен жұбайы келгелі, мұндағы тіршіліктің шырқы бұзылды. Уақытылы ұйықтау деген қалды. Шарап ішесің, бәрі де қып-қызыл зиян. Жақсы нәрсе едіңіз. Жақ, бұның бәрі түгеме сап. Өнерден өздің мұрнына иіс бармай тұрып, міне аттай 25 жыл. Күйіс қайырған сюжеттай. Реализм, натурализм, тағы сол сияқты бос сандырақтар турасында басқалар баяқтай қойғанда ұшырап бардым. Ешкім оны білмейді, ешкім білмейді. Елена Андреевна, қандай парасатты, қандай көрікті адам. Сол енді міне кісі құрығандай қартайған осыған күйеуге шығып, есіл ажарын, басының бостандығын жарқылдаған жастық дәуренен бір соның жолына пидаға шалды. Неге? Неге сонша өлмеше? Мария Васильевна, менің анам. Әлге дейін әйел теңдігі деп күңкілдейді. Бір аяғы жерде, бір аяғы көрде болғанымен сіз жоқ. Қайдағы бір соңғыла кітаптарын ақтарып, жаңа заманның жарқырап атар таңын іздейді. Астров Михаил Львович. Жыл сайын жаңа ағаштар отырғызады. Сонысы үшін жуырда қола медаль мен диплом алды. Әйелі тойы өтер өтпестен көркіне көңілі шықпай, көңілдес біріне қашып кетті. Бірақ соған қарамастан жар алдындағы аралығына тырнақтай кінәріп кеткен емес. Өтен өткен тартқан балаларын тәрбиелеуде қолдан келген көңілін аяға. Марина Тимофеевна, менің бала кезімден келе жатқан күтуші. Алыңыз, көкешім, алыңыз. Рахмет, әжетай. Зауқым онша соқпай тұрғаны. Папа, біз ертең орманшыларға барамыз. Сен бармайсың ба? Шай ішпедік пе? Шай. Достым, рахмет көріңіз. Маған шайды кабинетке әкелерсіз. Папа, Әлі біраз күтпеген шаруаларым бар еді. Орманшыларға... Андреевна. Александр! Қап! Александрға айтуды ұмыт кеткенімді қараш.
Жалпы менің жадым соңдай нашарлап кеткен. Айтпақшы білесіз бе? Бүгін Харьковтегі Алексей Петровичтен хат келіп еді. Өзінің жаңа брошюрасын жіберіпті. Міне қызық, Мария Васильевна өтінем. Мерси. Отырыңыз. Мерси. Я, қызығы-ау. Бірақ бір таң қалдыратын нәрсе, ол өзінің 8 жыл бұрын қызыл өңеш болып қорғап баққан пікірлерін бүгін алып, өзі жоққа шығарыпты. Міне сөйле кеттік. Мұнысы сұмдық екен. Шай алыңыз, мамасы, шай алыңыз, шай. Жоқ. Менің сөйлегім кеп тұр. Үй шығатын болса, 50 жыл бойына сөйлеп брошюра оқып келеміз ғой. Соныңда бір жалықтыратын кезі бар шығар. Осы мен аузымды ашсам бол. Сен тыңдағың келмей тыржыңдап бітейсің. Кешір жан. Кейінгі кездері сен соңдай өзгергенсің. Мен кейде тіпті тани алмай қалам. Сен бұрын белгілі бір өз көз қарасың. Өз пікірі бір абзал жанды адам едің. Абзал жанды адам едің? Бәсе, мен сондай абзал жанды адам болып жұрттың бәрін қарып қып жүремін ғой. Абзал жанды адам болып. Одан артық не деп мұқатасың? Тағдырдың сондай болғаныма көз қарасың емес. Өзің айттысың. Саған әрекет керек еді, әрекет. Әрекет? Әрекет. Сіздің әлгі гер профессорыңыз секілді мәңгілік двигатель болу екінің бірінің қолына келе бере ме екен? Ваня ағай, жалынамын, қойсаңыздар. Қойдым. Әжесі, анда Сіздің барып көріп кетші. күйеуіңізге бола келемін. Қатыңызда қатты сырқат, буын буыннан алатын сарық ауруы, белінің қияңы тағы да басқа толып жатқан науқастары бар деп едіңіз. Аман есен серуен құрып жүрді. Кеше кешке аяғым сырқырап барады деп жатып қалып еді. Бүгін шаман емес. Ендеше жеткенше асығып 35 шақырымдай жерден ат сабылтып жүрсем. Жарайды. Мұндайды көріп отырғаным бұл емес. Оның есесіне бүгін осында қонып, ұйқымды бір қандырып алатын болды. Міне тамаша. Сіз бізге қонбағалы қаша? Мүмкін тамақ ішіп үлгермеген шығарсыз. Иә, тамаққа қойған жоқ еді. Онда сіз қонақ болыңыз. Біз түскі сағат 7-де ішеміз. Илья Ильич, келіңіз, шай ішейік. Шай. Шайды мен жақсы көрем. Софья Александровна, қане? Алыңыз. Ой, рахмет. Рахмет. Ой, Софья Александровна, самауыр суып қапты ғой. Иван Иванович, ештеңе етпейді. Біз шайды салқындатып ішеміз. Ғафу етерсіз. Иван Иванович емес, Илья Ильич. Илья Ильич телегин. Кейбіреулер бетімнің секпіліне қарап, ғафу етіп те атайды. Илья Ильич, біздің көмекшіміз. Жүріңіз, Илья Ильич. Жүріңіз. Бүгін қандай жақсы. Ыстық емес. Жайлаш. Мұндай күн асылып өлуге әбден таптырмайтын жақсы күн. Доктор Мырза, Иә? сізді шақыртып келіп тұр. Қайдан? Фабрикадан. Махаббат ете көріңіздер, жүру керек болып болды. Михайлович, Иә? жалаяқ. Ғафу, маған бір рөмкара. Михайлович, фабрикадан қайтарда тамақтанып кетсеңіз қайтер? Рахмет. Жоқ, кеш болып кетем. Михайлович, Михайлович, алыңыз. алыңыз. Соңына дейін ішіңіз. Жарайсыз, Михайлович. Егер вақыт мәселен мына Софья Александровнамен бірге біздің де баспанамызға бас сұғып болсаңыз, қуанышым бойыма сыймасын. Орманды жақсы көретініңізді жұрттан естігем. Әрине, оның да өте пайдалы іс екені рас. Бірақ негізгі мамандығыңызға
кедергі келтіріп жүрмейме? Сіз дәрігерсіз. Біздің негізгі мамандығымыздың не екенін білсе, тек бір Құдай ғана біледі. Бұныңыз қызық екен. Иә, қызық екен рас. Қызық болған жағдай. Михайлович, жасыңыздың тоқтасып қалған ештеңесі жоқ. Өзіңізге қарасам сол 36-37 жас шамасындасыз. Маңайыңыз меңіреу орман, меніңше тым іш пыстыратын бір қалыпты сүрексіз өмір. Бізге қашан келесіз? Рахмет. Ой, тағы бір айдан соң ба? Білмеймін. Жүрің, Михайлович, сіз шығарып салайын. Михайлович, күтіңіз. Күтіңіз. Ал сіз, Иван Петрович, тағы да жүгенсіз кеттіңіз. Мәңгілік бекетел туралы айтып, Мария Васильевнаның намысына тиюдің қажеті қанша? Бүгін таңғы үстінде Александр мен тағы да шексіп қалдыңыз. Осының бәрі ұсақтық емес пе? Егер оны өлердей жек көріп тұрсам, басқа жаққа кетіп қарарым. Александрды жек көрудің қажеті жоқ. Жұрт қандай болса, ол да сондай. Тап сізден жаман емес енді. Сіз маған олай қарамаңызшы. Мен ондай жек көремін. Сізді өлі башып сүйіп тұрсам, басқа жаққа кетіп қарарым. Жүзіңізге осылай қарап, үніңізді естіп жүруге рұқсат етсеңіз болады. Бұл кім? Мырза, бұл мен. Лена! Лена! Александр. Лена! Аяғым. Аяғымның сырқыраған. Шыдатпаймын. Жаман түсіп қалыпты ғой, Александр. Жоқ, қажеті жоқ. Мен онда терезені жабайын. Жоқ! Маған сондай қапырат. Әлгі бір кезде көзім іліп кетті. Сөйтсем, сол аяқым бөтен біреудің аяқы болып түсіне кірген. Александр. Ақырын, бірдеңе тұсқырап алып қалсам оянып кетті. Жоқ, бұл сары қаурайлар шамасы сол қиян болар. Ақырын. Қазір сағаттан жүрсің. 12-ден 20 минут кетті. Қазір? Таңертең кітапханада Батюшков іздеші. Сол бізде бар сияқты. Не дейсің? Таңертең кітапханада Батюшков ізде деймін. Есімде сол бізде бар болатын. Тансың барлық бей. Шаршаған шығарсың. 2 күн қатарынан ұйықтаған жоқсың ғой. Бәрі кәріліктен кісі. Құрып кеткен нәрсеген қоясың. Атайғасын кісі
Өзгеге түгіл өзіне өзі жек көрініс болып кетеді. Байқаймын. Қай-қайсында тапмына мені көргілерің келіп, өлгіше қоймайтын сияқтысыңдар, ә? Александр, сен кәрілі туралы айтсаң болды, қартайғанға біз кінәлідей ылғи осылай жазғыра сөйлейсің. Ең алдымен мына саған шексін көргенін шығармын. Оның да жөні бар, ақпақ емеспін, түсінем. Сен болсаң жассың, ажарың бар, денің сау, өмір сүргің келеді. Мен болсам шалмын. Тірөлік десең де артық емес. Бірақ сәл шыдай тұрыңыздар, көп ұзамай менен де құтыласыздар. Құдай үшін! Бүйтіп шекеге тие бермей, бір сәт аузыңды жапшы. Бәрінің күндіз күлкілерінен, түнде ұйқыларынан айырылып жүрген жүрістері мынау. Рахатқа батып тенеліп жатқан жалғыз менекем әрине. Солай ғой. Сонда менен не талап етіп отырсың? Ештеңе. Ендеше бос сөйлемей өтінем, Александр. Міне қызық. Иван Петрович немесе әлгі кәрес осы Мария Васильевна сөйлей қалса, бәрің бірдей құлақ тұра қаласыңдар. Ал мен аузымды астым екен, осылай еңселерім түсіп қоя береді. Тіпті даусымды да естігілерім келмейді. Қалайша мен, ең болмағанда қартайған күнімде өзіме сәл-пәл жайлы жағдай жасап, көңіл бөлгендерімді талап ете алмаймын. Сенің оқытуға қол соғып жатқан ешкім жоқ. Бүкіл ғұмырымды ғылымға сардым. Мен әлі де өмір сүргім келеді. Жаңа табыстарға жеткім келеді. Атақ-даңқты, мақтау-мадақты жақсы көрем. Мұндағы тіршілікте бір, айдаудағы тіршілікте бір. Жоқ. Бұдан арғы шамам жетпейді. Оның үстіне мұндағылар да менің осынша ұзақ өмір сүргенімді кешіре алмайды. Әзірейілдей көріп жүр. Шыда. Сәл шыдашы енді, Александр. Енді 5-6 жылда мына мен де қартая қой. Доктор Астырқаш жіберіп, өзіңіз қабылдамай қойғаныңыз қалай? Сенің астрономың маған қажеті қанша? Мен астрономиядан қандай хабардар болсам, ол медицинадан сондай хабардар. Енді сенің буыныңның сарқына болады. Бүкіл бір медицина факультетін шақыртамыз ба? Сенің ол дер қолыңмен сөйлесіп отырған шайың жоқ. Қаталап барам, Соня. Үстелден су алып келші. Александр. Жоқ, бұл емес! Бұлардан бірдеңе сұрай қалсам көретін күнің осы. Соня. Елена Андреевна, Соня, сіздер барып ұйықтаңыздар. Сіздердің орындарыңызға әзірленген отырады. Жоқ, қымбаттым бұқандастай көрмеңдер. Оның кісіге тиіспесе бас ауырады. Қымбаттым. Бұларға демалсыздар, екі түн қатардан ұйықтаған жоқ. Барсын ұйықтасын, бірақ сен деген қымбаттым бұқандастай көрмеңдер. Оның кісіге тиіспесе бас ауырады. Көріп отырсың бой, тағы да дауласқалы келіп отыр. Әжетай, ұйықтасаң етті кеш болды. Самауыр әлі дастарханда тұрғанда қайты ұйықтаямыз. Немене көкешім, ауырама. Менің де аяғым сыртқа жүргізбей жүр. Бұл сіздің баяғыдан бергі үйреншікті науқасыңыз. Жүріңіз, төсегізге апарып жатқызайын. Мұндайда Вера Петровна, Сонечканың анасы, түнді түнгеліп көз ілмей шығатын. Ол сізді жақсы көруші еді ғой. Көзімнің кірмейді. Сөйтсем сол аяғым бөтен біреудің аяғы болып түсіне берді. Бірдеңе жұта болды. Жүріңіз ба? Екі аяғымнан зорға тұрмын. Әбден қажытып бітірді. Сізді ол қажытса, мен өзім қажытып жүрмін.
маған ешкім. Bu üydегі тірліктің қиюы әбден кетіпті. Сіздің анаңыз брошюралар мен профессордан басқасының бәрін де шек көріп. Профессор ашудан терісіне сыймай жүр. Біздің сөйлеспегенімізге 2 аптадан асты. Ал сіз өз анаңызбен профессорды өлердей шек көресіз. Ах, Иван Петрович, сіздің ғой осы бір кісідей ақылыңызда біліміңіз де бар. Сондықтан да өзіңіз бас болып тосырғанша мына қырғи қабақ бір жүргізуге етіп салмайсыз. Иван Петрович! Жоламаңыз! Осындайыңызды тіпті шек көрем. Кетті де қалды. Мен оны осыдан 10 жыл бұрын марқұм апайымнан бастадым. Сол кезде неге башырдым? Неге сөз салмады екенмін? Сөйтуіме ол кезде әбден мүмкіндік бар еді. Сөйткенде ол бүгінде менің әйелім болар еді. Ой, тоба! Доктор қайда? Кетіп қалды. Софи, сіз маған қашанға дейін бүйтіп бұртиясыда жүресіз? Біздің бір-бірімізге жасаған ешқандай жамандығымыз жоқ. Ендеше қарап сыздан ғана не бітеді? Жетер осыда, Софи. Мен өзім де айтам ба деп жүредім. Осы ренжіскенімізде жетер. Папам жатты ма? Бөлмесінде. Біз апталап бойы бір-бірімізбен сөйлеспейміз. Неге екенін бір тәңір біледі. Анау не? Шарап. Кел, ендеше екеуміз шарап ішейік. Қане? Қазір? Қой. Софи, алдымен сен іш. Жоқ, сен іш. Жарайды. Ендеше екеуміз брудер шафт ішейік. Мен сенімен баяғыдағы татуласқым келген. Бірақ қысылып жүредім. Сен неге жылайсың? Шай ішейін. Шай ішейін. Әбендем ау, Софи, енді мені де жылатты. Сен мені әкең есеппен шыққан сұмпай әйел көресің ғой, иә? Софи, егер сенер болсаң, мен оны шын сүйуші едім. Ғалым, атақты адам болған соң қатты құмартушы едім. Сенсем, оның нағыз махаббат емес. Жай ғана қызығушылық екен. Менің жазығым жоқ. Ал сен болсаң біздің тойымыз бітпей жатып, секем алған кісідей бойыңды менен аулақ салып, әбден азаптанып бітті. Жаңа ғана татуластық емес пе? Отаяқ бәрі.
көрмәйін. Ол болса кетіп қалды. Ал мен болсам, оның даусымен аяқ басқанын әлге дейін естіптірмін. Қап-қараңғы терезеге қарасам, оның жүзі көргендей болады. Менің бөлмеме барайшы, маған не туралы бірдеңеші? Не айтпайсың? Ол сондай ақылды, қолынан келмейтіні жоқ. Ағашта отырғыза алады, адамдарды да емдей алады. Ах, Софи, гәп орманда. Медицинадан екен. Сеттім ау, сенші. Ол талант қой, талант. Ал сен талант дегенің не екенін білесің. Талант деген ол. Талант деген ол батылды. Еркін ойлайлатын ақылды бас. Кеңге құлаш сермейтін қарымдылық. Софи, мен саған шын жүректен тілектеспін. Сен бақытты болуға сондай оңашасың. Ал мен көрген істей сағындай тез жоғалатын кезде соқ адамдарды өнер болып та, ғашық болып та, кеуге шығып та баяғы ештеңе таба алмайды. Жерге төбеден түскен кезіне соқ адамдардың бірін. Шынымды айтсам, Софи, мен сондай бақытсыз. Ал мен сондай бақыттымын. Шексіз бақыттымын. Софи, менің фортепиано ойнағым келіп тұрғанда Ендеше ойнам. Ал сен әкеңе барып рұқсат сұрап кел қазір. Фортепиано ойнамағаныма да біраз бопты ғой. Ore
ойна, Вафля. Құлағыма Елена Андреевнаның дауысы естілгендей болып еді. Иә. Ол әйел әлгінде ғана осында болған. Қаққан келіншек. Вафля, ойна. Болды, Вафля. Сен бүгін неге жабылып қалдың? Бәлкім, профессоршыға ғашық шығарсың. Ол әйел менің досым. Досым? Достасып үлгердіңдер ме? Үлгердің бе деген не сөз? Илья Ильич. Кел. Қазір. Әйел? Еркекпен дос болу үшін. Әуелі танысы. Сосын көңілдесі. Содан соң барып досы болады. Ақырыстардың қайсапы. Дұрыс айтасыз, Иван Петрович. Мырзалар! Мысалға мына мен алайықшы. Мен Илья Ильич Телегин. Менің әйелім. Тойымыз өтер өтпесте көркіме көңілі толмай. Көңілдестірек. Бірақ мен жар алдындағы адалдығыма тырнақтай болсын кінәрат келтірген емеспін. Өз әлі күнге жақсы көрем. Әлі күнге көзіне шөп салғам жоқ. Бөтен еркектен тапқан балаларын тәрбиелеуге қолдан келген көмегім аяғым емеспін. Ажардан дайырылды. Көңілдес кісіне марқұм болып кетті. Сонда оған не қылды? Ваня ағай, сіздер тағышы болғансыздар ма? Пішен болса маяулаусыз жатыр. Күн болса мынау. Күнде селдетіп тұрған. Шаруаның шартарап болып жатқанынан дым хабарым жоқ, Ваня ағай. Жалғыз өзім құтылай әбден шаршадым. Ваня ағай. Көзімде жас тұрған. Сенің әлгі бір қарағаның марқұм апайымды есіме түсірген. Ай Алла, менің апатайым. Зауқым соғып бар жатса, көзіңіз ішіңіз. Ағатайым арақ ішті де көрмеңізші. Жарайды. Одан бұлай ішпей қойып. Мен бүгін аузыма тамақ алмаппын. Тек шай беріппін. Ал мен түнде тамақтанғанды жақсы берем.
Келіңіз, отырыңыз. Рахмет. Алыңыз. Рахмет. Білесіз бе? Мен сіздің үйіңізде бір айда тұра алмасам. Мұнандай қапырық ауадан әлдеқашан тұншығып өлер едім. Не, мен де Ваня ағаңыз сияқты өмірге риза емес сияқты болып көрінемін бе? Жоқ, сіз өмірге риза емессіз бе? Рахмет. Жалпы өмірге ғашықпын. Бірақ біздің мына өмірді, тоғышарлық өмірді жан тәнімен жек көремін. Сіз сонда ешкімді де жақсы көрмейсіз бе? Ешкімді де. Михаил Львович, сізге арақ ішкен жараспайды. Себебі сіз сондай сұлусыз. Даусыңыз да сондай нәзік. Қойыңыз еді. Ұлы ма? Сіз мен көрген адамдардың ешқайсына да ұқсамайсыз. Енді неге өзіңізді өзіңіз жегідей жейсіз? Айтыңызшы, егер менің бір құрбым сізді өліп өшіп сүйетінін білсеңіз, сіз оған қалай қарар едіңіз? Біле алмадым. Шамасы оған сүйе алмайтынды айтуға тырысып бағатын шығар. Сау тұрыңыз. Кету керек. Кешіріңіз. Профессор, ері бітсіп, бүгінгі сағат бірге бәрімізді осы қонақ жайға жиылуға пәрмен еткен. Жарық жалғанға тағы қандай жар шашпақшы екен? Естейікші. Шамасы бір шаруасы болған шығар. Соның қандай шаруасы болушы? Болжыратып бірдеңелерді жазып, басқаның бақтың қаралай қызғанғаннан басқа соның қолынан не келуші еді? Ағатай, Қойды. Қарай мұнда сіз. Жалқаулықтан әбден жүрісінен жаңылып шайқалықтап қалды. Иван Петрович, күні бойы ызыңдайсыз да отырасыз. Қайтып жалқайсыз. Ал мен болсам, ішім пысқаннан тіпті не істерім білмедім. Неге мұндан асыз қымбат? Өміріңізде ең болмаса бір рет сезімге ырық беріп, өлім өшіп ғашық болдыңыз. Гер профессор мен біздің бәріміздің көзімізді байпақтай қылып, махаббаттың құшағына елімізді келдіңіз. Қандай қатыгез жансыз. Ғафу өтінемін. Кешіріңіз. Ах,
Иван Петрович, сізді тыңдауға тіпті періштенің де төзімі жете қоймас. Татымасқаныңызда құрметті бір шақ Райхан көрмекті. Қызғы Райхан. Әрі мұңлы, әрі сұлу Райхан гүлі. Қазір күтіміз. Иван Петрович. Қандай жақсы бол. Сенімен сөйлескім келіп еді, не туралы? Мен аяусызмын ғой, я? Софи, шашың қандай әдемі. Шашың? Ажарсыз әйелді әдетте сенің көзің қандай жақсы еді деп жұбатады. Мен оны сүйгелі 6 жыл болды. Туғаннан анам бекер жақсы көрем. Қазір ол кіріп келеді де есік жаққа жалтақ қараймын да отырамын. Ал оның менде шаруасы да жоқ. Я ажарсыз болған қандай болмаш. Ендеше онымен мен сөйлесейін. Сен барда менің онымен сөйлескім келеді. Қол ұшын беруге дәрменің жетпегеннен жаман ісі жоқ. Қайырлы күн. Сіз менің шын ойларымды көргіңіз келіп еді? Сіз кеше маған жұмыстарымды көрсетем деп едіңіз. Қолыңыз тие ме? Әрине. Сөз бар ма? Сіз қайда оқыдыңыз? Консерваторияда. Ендеше, бұның сіз үшін қызық болмауы мүмкін. Сіз! Неге? Олай дейсіз? Рас, мен деревняны көп біле білмеймін, бірақ ол туралы көп естіген. Бояушасын, сүйекшісін бояулармен боялған жолақтар ормандарды білдіреді. Мен мұнда өсімдік дүниесінде, хайуанат дүниесінде бірден қамтыдым. Енді мұнда қараймыз. Өзінің үштен біріне ғана орман қалды. Қысқасы, бірте-бірте қирап құрып бара жатқан өмірдің көрінісі. Өзіңіздің көп түрін бұл сізді қызықтырмайтын емес екен. Күн бүгін қандай тамаша, қадірлі Иван Петрович.
Иә. Мырзалар, барлықтарыңыз осында екенсіздер ғой. Иә. Мырзалар, бізге ревизор келе жатыр. Қалжың. Мырзалар, Гоголь. Мырзалар, менің сіздерді шақырып отырған себебім, мен кітаптан бас көтермейтін оқымысты адаммын. Шаруашылық пен тіршілік қарекеттерінен хабарым шамалы, сондықтан да сенен. Иван Петрович, өтінетінім, өз қарабасым жасарымды жасап, асарымды асап болды. Сондықтан өз жайымды ойлап отырғаным жоқ. Ойлап отырғаным жас жұбайым мен жалғыз қызымның жағдайы. Мырзалар, біз деревняда тұруға жаратылмаппыз. Алыңыз көкеші. Алғыс білдіремін, Марина Тимофеевна. Мырзалар, біздің қоныс орта есеппен жылына 2%-тен артық табыс түсірмейді екен. 2%. Сондықтан да мен оны сатып жіберуді ұсынамын. Онан түскен ақшаға Финляндиядан шағын дача сатып алуға әбден болады ғой деп ойлаймын. Финляндиядан шағын дача, керемет емес. Тоқта. Сен осы не айтып отырсың, қайталашы? Қаржымызда процент қағаздарын алмастырып, қалғанына Финляндиядан шағын... Финляндияға қоя тұр. Одан басқа бірден қайтып ем ғой. Мұна қонысты сатып жіберуді ұсынамын. Міне, негізгі мәселеге де енді жеттік. Сонда сен маған, мына кәрі шешеммен, Соняға қайда барып бас соғыла деп бересің? Иван Петрович, оны енді уақыты келгенде көре жатармыз. Иә. Бәрін бірден қалай шешеміз оны? Дұрыс. Айтасың. Сонда менде бір тамшы ақыл болмаған ба? Мен ғой, бұл қоныс Соняны меншік деп келдім. Иә, қоныстың иесі Соня. Оған кімнің таласы? Оның үсті мен мұның барлығы. Соняның қамын ойлап сен отырған жоқпын ба? Иә, Соняның қамын ойлап сен отырған. Мынау кәді бұйға сенбейді. Маған бір үстім су беріңіздерші. Абеля Александровнаның айтқанын тыңдасайшы, ол ненің жақсы, ненің жаман екенін бізден көріп біліңкірейді. Мен сенің неге осынша абыржып отырғанын түсінбеймін. Мен өз ұсынысымды ең керемет идея деп отырғаным жоқ. Аса мәртебелі. Мен ғылымға басиып қана қоймайым, оны өзіме өте үлкен дүние санайым. Менің... Иван Петрович, егер барлығың Тоқташы. Сен әуел осыдан сұрашы. Онан сұрап қайтып қажет қанша оның? Бұл қоныс сол кездегі ақшамен 95.000 сомға түскен. Менің әкем. Оның 75.000 төле, 25.000 борыштар болып қой. Егер де мен жақсы көретін апайым бабалар өз еншісінде бас тартпағанда, бұл қоныс қолға да түспейтін еді. Оның үстіне мен 10 жыл бойы бас көтермей еңбек етіп, бұл қоныстың бәрін өтеп шықтым. Сонда өзің не айтпақсың, түсінсем бермасын. 25 жыл. Өз қонысты басқардым. Жас кезінде де қазір де сенен 500 сом жалақы алып тұрдым. Ғасырдан бері ұялатындай ақша. Соның үстіне ең болмаса бір сом ақша қосу сенің ойыңа кіріп те шыққан жоқ. Иван Петрович, оны енді өзің айтпасаң мен қайдан білейін? Мен ол жағынан қырсыз ештеңе түсінбейтін адаммын. Оның үстіне өзіңе қанша қосам десең де қолыңнан қағат ешкім жоқ еді ғой. Мырзалар. Неге ұрлық жасамады екен? Сонда мен бүйтіп Мырзалар, мынаны тыныштандырыңыздар. Әйтпесе қазір мен мына арадан кетемін. Иейміз. Мен оған айтпағым. Тоқта! Мен айтарымды айтып біткем жоқ. Сен менің бүкілімді тая қылдың. Менің жақсысың. Сенің қыстығында көрмеген. Сен менің қас дұшпанымсың. Сонда сен менен не талап етесің? Түкте тұрмайтын бейшара. Қоныс сенік болса қайтып ағал. Қажет жоқ оның маған. Бұл арада кеткім келеді.
запрыгнул! Sen beni alakasız alırsın. Sen beni alakasız alırsın da. Мырзалар, бұл сонда не болғаны? Түкке тұрғысыз неме? Қалай көпке шапшыдыңыз? Қайда қайда? Тоқта! Менен алған нәрсеңді өзіме қайтарып бер. Мен сенен ештеңе алғаным жоқ. Кететін уақытым бол, жолынан қалдырма. Мен сенен ештеңе алғаным жоқ. Рас айтам, жолынан қалдырма. Кететін уақытым бол. Қайда? Мен сенен ештеңе алғаным жоқ. Некатып тегіз алмай, мазақ болып қалғаным үшін өзімді өзім өлмекінші кешір. Атқыш болсаң, өзіңді өзің қатмаңдайдан қадата салмадың ба? Түсінбеймін. Мен ғой кісі өлтіргім келді. Біреуге қару жұмсадым. Мен ешкімнің сотқым келді. Тұтқынған тұрмын үшін. Мен жындыды болағандарына. Мен ғой сенің әлдейді қалай аймалып тұрғанын. Иә, аймаладым. Ал саған, міне мынау. Біз секілді нақырыстардан қақ айырылып кетпей қасқайып көтеріп тұрған қара жердің өзі жынды. Сандалсың. Иә, мен сандалсам айырыш. Мен ақыл-естен ада жынды. Баяғыдан белгілі болшыл. Сен жынды емессің. Сен әпендесің. Мен бұрын көрінген әпендені есі дұрыс емес сырқат біреу ғой деп ойлаушы едім. Қазір ол пікірімнен айныдым. Сөйтсем адамның ең тең дұрыс қалпы ол әпенде қалпы екен. Сенің есің дұрыс. Сенің есің дұрыс. Ешқандай қаңғақ заттан жарақат. Мына өзегіңді өртеген өкініштің қасында түк өмірсіз. Не істеуім керек? Не істегенім дұрыс айтшы.
47'de. Егер 60'da bir жүрек болса, оған 13 жыл. Не істейміз сонша ұзақ уақытта? Нені ермек етем айтшы? Жаңа өмір бастаса болды, неден бастайын? Қайдағы жаңа үміт етіп тұрсың? Сен мен бізге енді ешқандай үміт жоқ. Бүкіл бір уезде жөні түзу екі интеллигент кісі бар едік. Ол мына менімен, мына сені. Сен маған босқа сынды қайырмай алған нәрсеңді өзіме қайтарып кет. Сен менің жол қапшығынан бір құты морфий алдың. Михаил Борисович. Софья Александровна, сіздің ағайыңыз менің жол қапшығынан бір құты морфий алып бермей отыр. Ваняғай морфий алдың ба? Ағатай қайтарып бер. Ваняғай қайтарып бер, жалынамын. Ваняғай, ағатай қайтарып бер. Иван Петрович, сіз де осында екенсіз. Александрға барыңызшы, сізбен сөйлесем дейді. Мен кетем. Осы қазір ме? Иә, аттар әзір тұр. Сау тұрыңыз. Сау тұрыңыз. Жалғыз-ақ тілегім. Сіз мен туралы жаман ойлап қалып жүрмеңіз. Сіздің мені сыйлағаныңызды өтінемін. Сау тұрыңыз. Сіздің тұла бойыңызда бірден түсіне қоймайтын бірдеңе бар. Сіз ғажап адамсыз. Бұл дүниеде барлық нәрсе осылай басталып, осылай біте бермекші. Ваня ағайыңыз гүл құшақтап келіп қалмай тұрғанда өзіңізді соңғы рет сүйіп алуға рұқсат етіңіз. Сау тұрыңыз. Сау тұрыңыз. Өмірде бір ақ рет. Сау тұрыңыз. Иван Петрович, әлгіде болған оқиғадан кейін мен бірнеше сағаттың ішінде бірталай дүниені түсінгенім сонша, тіпті аттағы ұрпаққа... Александр, Иә? тағы да суретке түсіп, бізге фотографияңызды жіберсеңіз, біз үшін қаншалықты қымбат екеніңізді өзіңіз ақ білесіз. Әрине, маман. Тіпті аттағы ұрпаққа қалай өмір сүру керектігі жайында бүкіл бір трактат жазып шығалатып сияқты. Иван Петрович, мен сіздің менен кешірім өтінгеніңізді қуанышпен құп алып, сенен де кешірім өтінемін. Мырзалар, Елена Андреевна, қоштасар сәтте мен секретарьдің бір ауыз ескерту жасауына рұқсат етерсіздер. Мырзалар, іс істеу қажет. Иә, іс істеу қажет. Елена Андреевна, ал сау тұрыңыздар, мырзалар. Александр тағы да суретке түсіп, бізге фотографияңызды
иә мырзам. Менің де аттарым әзіне салсыншы. Қоп болады. Аттанып кетті. Иә, аттанып кетті. Сіз бізге қашан келесіз? Білмеймін. Сау тұрыңыз. Қайылбаевич, тағы бір айдан соң ба? Вай ағай, пішен болса маяулаусыз жатыр. Күн болса мынау, күнде селденіп тұрғаны. Шаруаға кірісейік.